ұларбек нұрғалымұлы қараманнан шыққан қайыршы. Әңгіме. Бидәулет тумысынан кедей адам еді. Бала күнімнен көз алдымда. Шошаңдаған бес ешкісін айғайлап ары қуып, бері қуып кіжінетін де жүретін. Кейін үлкендердің әңгімесінен естігімше, арғы аталары да иіні жарып тон кимеген, тақымы толып ат мінбеген адамдар болған секілді. Оны бір жылы жазғытұрым жалданып масқұттың 300 қойын төлдеткенде Бидәулеттің өзі де айтыпты. Жеріген қой, жағызған қозы дегенде егіздете топырлап туып жатқан қалың төлді игере алмай кеткен бидәкең. Осы жүнді жауды жүзге жеткізе алмай жеті атам күйіп кетіп еді. Осылар қалай мың қырылтып айдап жүреді осы? Құдай-ау, мынаның малының қысыр қалған бірі жоқ па? Енді текесі лақтап қошқар қозылайтын шығар, деп күйінген екен дейді. Сол бидәкең туралы әңгіме ғой бұл. Қорасының алдында өзінен өзі зіркілдеп тұрған Бидәулетке бір күні көршісі әрі құрдасы Құнаш жақындап келіп, әдеттегіден өзгеше бәсең үнмен сырласқысы келген адамдай жақын тарта сөйлепті. Бидәк, осы саған көптен бері бірдеңе айтайын деп жүр едім, дейді ғой. Айта бер, жер алыс болып қолың жетпей жүрме, депті Бидәк. Бұрын да жібекте естіліп тұрғаны шамалы ғой, десе де соңғы 1-2 жылда сенің мінезің қатты өзгеріп кеткен секілді. Болар-болмас нәрсеге сонша ашуланып, елуге жетпей, әшейін бір шарқая шалға айналып барасың. Әкәу, бұл бұрын тым мұндай емес секілді еді, деп қоям. Не болып жүр осы саған, деп мұңданыпты. Кедейліктен қажып кеттім, Құнаш. Балалар жас. Бұл кедейлік адамды титықтатып, тамтығына жетеді екен ғой. Жалығып кеттім тіпті, деп оның да тізесі дереу бөгеле кетіпті сонда. Демалып ал онда, деп Құнаш құрдасы қыжыртып. Мынаның астына барып бірақ демалатын шығармын, деп қолындағы ағашпен жүрді шұқылапты Бидәк. Қайтесің енді? Кедейлік жалықсаң шешіп тастар киім емес, шыдайсың да. Туыстарың бар әйтеу. Туысыңнан бір серкеш алып көр, сонысын бұлдап бір жаз жұмысқа салады. Онан да жатың жақсы. Жат жарылқайма, Бидәк-ау. Оның да бір жолы бар шығар, ойлану керек, депті Бидәулет. Бидәкеңе туыстары көмектеспейді емес, көмектеседі екен. Бірақ дәл бергенін бұлдамаса да, анау-мынау тірлігіне жәрдемге шақырады ғой. Соған өзі қияңқы, қырыс адам кейде шымырқанып, істесе де күңкілдеп, бұрқылдап жүріп істейді екен. Оның Құнашқа жақыныңнан жатың жақсы деуінің ар жағынан бір бәлелі ой бас көтеріп келе жатыпты. Оны ол кезде құрдас көршісі де, туыс жақындары да білмеген. Ол уақытта Бидәулет екеуміз туып өскен Алтайда қазақ қайыр сұрайды, қазақтан қайыршы шығыпты, деген ой жан баласының түсіне кірмеген. Алайда анда-санда өзге бір ұлттың өкілдері мойнына дорба салып, ел аралап қайыр сұрап жүретінді. Сақалдары кеудесін жапқан қария кісінің қайыр сұрап жүргенін көргенде таңырқап әрі қорқып, қайыршы келе жатыр, деп қашушы едік. Ал олар ешбір қазақтың үйінен құр шықпайтын. Бірі асқа тойдырып, бірі ақшасын салып беріп, қонақтай аттандырып жатушы еді. Осы жағдайды көріп, біліп жүрген Бидәулет албастының ойына да бір күні жамандық түсіпті. Тым болмаса қазақ та емес, қайдағы бір ұйғырдың да қалтасын толтырып жіберіп жатыр ғой. Мен сұрасам неге бермеске, деген үмітті қиял миына кіріп алыпты да, күні-түні маза бермепті. Осы ойына іштей бекім жасаған сайын, шақырғанның жұмысына бармай, өзінен өзі шалқақтапты. Мойныма оюлы тоқыма қоржынымды салып алып тартып кетсем қайтеді, деген ой не қоя алмай, не іске асыра алмай, өзі қажып біткен жанын ай емес жыл бойы қажапты. Өз жоспарынан өзі зәрезап болыпты. Содан не керек, тағы бір туысы қайта-қайта жәрдемге шақыра берген бір күні, бұл да сол былтыр күзде берген ақсақ тоқтысын бұлдап отыр, деп шамданған Бидәкең ойындағы әлгі шаруасына шарт бекініпті. Талай-талай оқталып, тартынып қала берген, тартынып қалған соң тағы мазасыз күй кешкен ол, бұл жолы бармасам, Бидәулет атым өшсін деп, өз-өзіне серт етіп, орнынан секіріп тұрыпты. Шешінген судан тайынбайды. Бірақ судың да кез келген жеріне қойып кетпей, ыңғайлы жерінен түсу керек қой. Оны енді жыл бұрын ойлап қойған екен. Қайыр сұрауды өз ауылынан бастаса елдің бәрі күледі ғой. Ойбай, Бидәулет жынданып кетіпті, деп қашатын шығар, кім біледі. Сондықтан қоңыр күздің бір күнінде
оюының тамтығы ғана қалған ескі қара қоржынын сол иықтан қиғаштай оң мықынның тұсына салып алып, өз ауылынан кейін тағы 3 ауылды артқа тастап, тоз-тоз болып 4-ші ауылдың шетіне ілініп, бисмилля деп бастайды ғой. Ол кезде, қазір де Бидәулет екеуміз туып өскен сол ауылда ешкім үй сыртынан айғайламайды. Тура келіп есіктің тұтқасынан тартып ішкен еді. Әсіресе ауыл ішінің адамдары сондай емін-еркін араласады. Шаруасы болса айтып, шаруасы болмаса отырып шәй ішіп, өзге де кісісі мол дастархан болса ары-беріден әңгіме қозғасып дегендей сағаттап отырып қайтады. Енді бізден кейінгі 4-ші ауылдың салты өзгеше емес қой. Бидәулетіміз шетте отырған бір үйдің ашық жатқан қақпасын ақырын ғана аттап кіріпті. Аттап кірсе, 5-6 адам ауладағы тәпшан тақсайда малдас құрып шәй сораптап отыр екен. Бұл кісі ассалауды соза қоя беріпті. Отырғандар шетінен әлек салыпты. Сонымен не керек, келіңіз-келіңізбен кеу-кеулеп төрге бір-ақ шығарыпты. Күзді күнгі қою сүттен қатқан күрең шайды 2 қауып ұрттағанда, қаншама жерден жаяулап қақтығып келе жатқан Бидәкеңнің жұқа шекесі шып-шып терлепті. Енді қазақ жөн сұраспай отыра ала ма? Қайдан келе жатырсыз, дейді өзіне жақын отырған біреуі. Тарата деген ауылдан, дейді Бидәкең өз ауылынан тағы 1-2 ауыл ары апарып. Ойпырмай, сонша алыс жақтан жүр екенсіз ғой, шай алыңыз, дейді кесе алып беріп отырған үй иесі. Таратыға барып таслақтырсың Таспидің баласына тиеді деп естиміз. Өзіңіз қай ел болдыңыз, дейді бір еңгезердей жуан қара. Таспи сүйіннен тарайды ғой, біз Тайкейде шәліден тараймыз. Ойпыр-ау, жақындап келесің ғой, шәлінің ішінде қайсы, деп еңгезердей қарай ентелей жақындайды. Шәлінің ішінде Ботабаймын. Міне сенің туысың екен ғой, дейді жуан қараға үй иесі. Қызық болып бара жатыр. Тұра тұр, Жәсудан, Ботабайдан қайсы, дейді жуан қара тіптен ентелеп. Бидәулет саса бастайды. Турасын айтсам ба, айтпасам ба, деп сәл ойланып барып рудың әу баста дұрысын айтқан соң аяғын жалтарудың мүмкін емес екені есіне түсіп барып, Ботабайдан Қараман, дейді. Сонда әлгі еңгезердей дәу орнынан іркіле қозғалып кеп, Бидәулетті құшақтап қайта амандасады. Отырғандардың барлығы табысқан туыстарға кеу-кеу айтып мәре-сәре, еңгезердей қара мәз-мәйрам. Бидәулет жан-жағына қарап, жапақ-жапақ етіп ерекше уағанған болып ол отырады. Бұлар сөйтіп қауқылдасып жатқанда иығына сүлгі салған ұл бала келіп, өзінің оң қол жағынан жағалатаз қолға су құя бастайды. Әне-міне дегенше ет те келеді. Буы бұрқырап алға келген үлкен табақтың Бидәулетке қараған жағында төңкеріліп жуан қойдың шамбасы жатыр. Әумин, деп қол жайған үй иесі батаны кім береді дегендей бәріне қарайды. Бәрі Бидәулетке қарайды. Құдайы қонақсыз ғой, сіз беріңіз. Қонақ емес, қайыршы едім дейтін емес. Қатты сасқан Бидәкең депті де, демін ішіне тартып, не дерін білмей бір қауым уақыт үнсіз қалыпты. Отырғандар үдірейе бәрі қарап қалған. Мойын тамырлары адырайып қызарып кеткен Бидәкең бір кезде барып, Құдай жарылқасын, Аллаху әкбар, деп демін өсе ауыр күрсініп бетін сипайды. Құдай қонақтың мына күйіне қарап, Аллаху әкбардың аман есен шыққанына шүкір дегендей, отырғандар да бір-бір терең тыныс тапты. Енді қайтсын? Ауылында да қайбір алдына табақ тартылып, күнде бата беріп жүрген адам дейсің. Жат жерде, қапелімде, жаңағыдай жағдаймен жүргенде батаға осы да жарайды да. Сонымен еркек қойдың жамбас майын ортан жіліктің ойын етімен қабаттастыра, тау жуас туралған тұздыққа малып-малып қарбыта сап отырып, Бидәкең неше түрлі ойға беріпті. Шындығында Құдайдай күтіліп жатырған ана қалпын қайыршылыққа қиғысыз да келмей қалыпты. Жай ғана тамағын ішіп, басқа жаққа кетіп бара жатқан адам ретінде аттанып кеткісі келіпті. Оған неше жылғы теперіш, былтырдан бергі ой қайтадан қайырып әкеп, қайыршылықтың даңғыл жолына сала беріпті. Дәл мына дастархан басында қайыршы едім демей-ақ қояйыншы, дейді іштей шарадай үлкен кесенің жалпақ бетін жылт-жылт еткен қарсақ жон сорпаны сораптай бір тартып жіберіп. Айт, мына семіз туысың бай секілді ғой, бай болмаса не жеп семірді дейсің? Жалғыз өзі-ақ жарылқайсалар мүмкін, айт, дейді қайыршы даңғылына қайта түсе салған сәті. Ал, туысым, ал, жеңіз, Құдайы қонақ жеңіз, деп мыналар жік-жапар бір-бірінен өтіп бәйек болады. Арпалыспен отырып аш желінеді. Оң қолының 5 саусағын
5-6 рет салғанда ала жаздай қусырылып жүрген қу тырнағын былқылдатып жіберген еркек қойдың қолға жұққан жамбас майын сүрткісі келмей біраз отырған Бидәулет сәл ғана сәтке естанды бір рахат күй кешіп барып майлыққа қолын созады. Дастархан басындағылар енді таудың қызыл бұйра аршасымен ықылық ата отырып тіс шоқып құдайы қонақтың әңгімесін ары қарай сұрайды ғой. Сонымен бұл жақта қандай шаруамен жүрсіз? Бұл жақта ма? Иә, құда жекжат дегендей жақындарыңыз бар ма? Бидәулет тағы біраз үнсіз қалады. Ол үнсіз қалған сайын бәрі не дер екен, не ғып жүр екен дегенге онан сайын аңсарлары ауып қадала түседі. Әлі сол баяғы арпалыстың бірін жеңдіре алмай отырған Бидәулет төменге тартып, ішіне түсіп кеткен үнін зорлана шығарып: мен жөнімді айтайын, мен қайыршымын, қайыр сұрап жолға шығып едім дейді. Отырған жұрт ортасына жай түскендей бір-біріне ошарыла қарайды. Сөйтіп барып қайыршыға бір, қара дәуге бір қарайды. Өзі қара түсі онан сайын қара қошқылданып, түрі түсініксіз бір қорқынышты көрініске айналып кеткен дәу орнынан атып түрегеліп Бидәулеттің кеңірдегін бір-ақ алыпты. Кеңірдегін бір сығып, екі жағасынан қымқыра ұстап тік көтеріп: қайыршысы несі, иттің баласы? Бүкіл қазақтан шықпаған қайыршы енді Қараманнан шығайын деді ме? Тап бүгін сені мылжылап өлтірмесем әкемнен тумай кетейін, Қараман түгілі қазақ болмай кетейін деп сілкілегенде Бидәулеттің аяқ-қолы өлі адамдікіндей ебедейсіз ербеңдепті. Жұрт арашаламақ болса да, жараған бордай жапырған қара дәу ешкімге бой бермей Бидәулетті қақпадан сүйреп алып шығып, көк ала қойдай қылып сабап, желкелеп отырып үйіне алып келіпті. Құрақ ұшып құдайы қонақ күткен үй үрпиісіп қала беріпті. Ертеңінде бұл ауылдан 2 атқа 2 қой өңгерген екеу Бидәулеттің ауылына тартыпты. Кешегі қара дәу ашуы бір арындап кетсе, айнала ауылын алақанда бүріп жіберетін айтулы азамат екен. Бидәулеттің бүкіл туыс ер адамдарын шақырып алып көздеріне шұқыпты. Неге жібересіңдер? Мына арам сідік күллі Қараманның сүйегіне қайыршы деген мөр басып бере жаздады ғой. Енді бұлай істесем, мұның ғана емес, айтпады демеңдер. Екеу-үшеуіңнің бастарыңды кесіп, суға лақтырам деп ақырыпты. Бермей отырғамыз жоқ, беріп жүрміз. Өзі де бір мал басын құрай алмайды деп міңгірлепті біреуі. Содан не керек? Қара дәу 2 күн жатып, туыстардан 20 шақты ұсақ малды Бидәкеңнің қорасына қамап беріп, ауылына аттанған екен. Ел ішінде әңгіме жата ма? Бұл ауылдан қара дәу кеткенше, ол ауылдағы оқиға да жетіп үлгеріпті. Малға толып қалған қорасының есігін бекітіп жатқан Бидәулетті көрген Құнаш құрдасы анадай жерден айқайлап: ау, Бидөк, амансың ба? Сен бір сапарға шығып келді дей ме деп күледі екен. Әй, сапары құрсын, бері кел, сапар болғанда мені Меккеге барып келді деймісің? Не дұрыстап өздерің бермей, не елден алғызбай діңкені құрттыңдар ғой. Бұл қазақтың ішінде қайыршы болып та жанбаға алмайды екенсің, деп қарқ-қарқ күледі дейді Бидәкең. Әй, құрдас-ай, қожанасырсың ғой, қожанасырсың. Бүйтіп сапарлап кететініңді кім білген? Қараманнан шыққан қайыршының көршісі кім екен? Десе қияметте менің де атым аталып жүрмесін. Андағы қораңа мен де бір тұяқ кіргізіп жіберейінші деп Құнаш та өз қорасына беттепті. Ел ішіне жеткен сөз енді жата ма? Бидәкеңнің әлгісі бермесең Бидәулет құсап қайыр сұрап кетем. Бидәкеңше қайыр сұрап қалмайын деген секілді тәмсіл болып жұрт аузына ілінеді де кетеді. Енді оған тоқтау бар ма? 4-5 жылдан кейін баяғыда құдайы қонақ болған ауылдағы оқиғаны Құнаш құрдасына басынан аяғына дейін тәптіштеп айтып берген Бидәулет дәу қара туысының сыртынан рахмет айтып: мыналар мені малдың басын құрай алмайды дейді. Малдың басы топтанса құралады. 2 ешкі бір тоқтадан мал құрала ма екен деп күледі екен. Сол туысыңның ауылына барып қалсаң бір түрлі болатын шығарсың, десем Бидөгім. Түйе пішкен жеріне жоламайды дегендей, содан бері ол ауылға кірмек түгілі маңына жоламай кеттім, деп ыржың-ыржың етеді деп әңгімелейді Құнаш құрдасы. Осыдан 3 жыл бұрын ауылға барғанымда көрдім. Сөйткен Бидәкең қойының санын 7 атам жеткізе алмады дейтін жүзге де жақындатып қалыпты. Ендігі жеткізген де шығар.